Құрметті оқырмандар, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жылы 2025 жыл жұмысшылар жылы деп жариялады. Яғни, ел экономикасына өлшеусіз үлес қосқан қарапайым жұмыскерлердің мәртебесін көтеру. Бүгінгі еңбек еткен мұратқа жеткен атты подкасттың жүргізушісі Біршілік Аяжан Әлібайқызы. Және де бүгінгі қонағымыз теміржол саласында қызмет еткен Айтбек Алдабергенұлы. Қош келдіңіз. Әуелі өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Қош көрдік. Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Бижанов Айтбек Алдабергенұлы. Қызылорда облысы Сексеуіл кентінде дүниеге келгенмін. 93 жылы көшіп кеткенбіз. Содан бері Ақтөбеде тұрып келе жатыр. Темір жол саласында осы еңбек етіп, осы уақытқа шейін осы темір жол саласында еңбек етіп келе жатыр. Рахмет. Темірдей тәртіпті талап ететін темір жол саласына қашан және қалай келдіңіз? Бұл салаға келуіңізге не түрткі болды? Бұл салаға келуіме мен бұл темір жолға дейінде басқа салалар жұмыс жасағанмын. 2004 жылға дейін басқа салалар жұмыс жасап, бұл салаларда жалақысы дұрыс болмады. Ол кезде кешіктіріп береді, бір ай, 2 ай. Сондықтан әкем темір жол саласында жұмыс жасайды. Сол әкемнің айтуы бойынша, әкемнің айтқанын тыңдап, осы темір жол саласына жұмысқа кіргенмін. Осы темір жол саласына 2004 жылы Ақтөбе локомотив жөндеу депосына жұмысқа кіріп, тепловоздарды жөндеп, слесарь болып жұмысқа кірген. Содан бері жұмыс жасап келатырмын. 2 жылдай уақыт сол жөндеу Ақтөбе локомотив жөндеу депосында жұмыс істедім. 2 жылдан кейін 2005-те, 2006-да Ақтөбе пайдалану локомотив депосына помощник машинист болып жұмысқа кірген. Сол уақыттан бері, Аллаға шүкір, машинист болдым. 20 жылдан асты осы салада жұмыс жасап келе жатқанмын. Жаңа айтып кеттіңіз, әкемнің септігі болды деп. Осы салада әкеңіздің тағы да ізін қуған бауырларыңыз бар ма? Бұл салада біздің, қалай айтайын, әкемнің әкесі машинист болған. Әкем машинист болды. Әкемнің інілері, бауырлары машинист, темір жол саласында жұмыс істеп жатыр. Ол әкемнің інілерінің балдары осы темір жол саласында машинист болып істеп жатқаны. Одан қалды менің ағам, туған ағам да машинист. Менің інім де машинист осы салада. Былай айтқанда барлық жанұямызбен осы темір жол саласында жұмыс істеп келе жатыр деп айтсақ болады. Рахмет. Әр жұмыстың қызығы мен қиыншылығы қатар жүреді. Жұмыс барысында өзіңіздің басыңызда өткен қиыншылықты айтып берсеңіз. Әр жұмыстың қиыншылығы болады. Біздің жұмыс оңай жұмыс емес. Біздің жұмыс өте ауыр жұмыс. Біздің жұмыста күн демейсің, түн демейсің, боран демейсің, жаңбыр демейсің. Любой ауа райында, любой уақытта жүре бересің. Біздің жұмыста ең бірінші қауіпсіздік, ең бірінші мақсат қауіпсіздік. Содан кейін жауапкершілік. Осы жұмысымыздың ауырлығы енді мойындаймыз, ауыр. Осы жұмыста қиыншылық дейтін, енді қиыншылығы бар. 16 сағат сайын жұмысқа кетесің. Ең бірінші ұйқыны қандырып, жақсы демалып, сосын 16 сағаттан жұмысқа шақырып, любой уақытта кете бересің. Қазіргі темір жол мен сіздің кезіңіздегі темір жолдың айырмашылығы бар ма? Ой, менің кезімдегі темір жол мен қазіргі темір жол айырмашылық көп. Мен жұмысқа келген кезде баяғы қара тепловоз, машка, пушка дегендер болды. Осы әлі есімде помощник машинист болып кірдім ғой. Үйден шығар кезде осы дұға тілеп шығатын едік, осы аман-есен барып келейікші, тепловозымыз бұзылмасын. Бұл кезде шамалы қиындау кездер болды. Енді мына қара тепловоздар әр барып келген позиция сайын бұзылып келеді, бір жері сынып келеді.
жолшыбай келатып өзің жөндейсің оны. Қаладан А пунктінен Б пунктіне барғанша сол тепловозға машинистке управляющий жауап береді. Бұзылып жатса соның бәрі. Ой, талай бастан кешті ондай нелер. Ал қазіргі Құдайға шүкір мына елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың арқасында қазір тепловоздардың бәрі заманауи жабдықталған, компьютер, барлық жағдайдың бәрі жасалған. Қазіргі жастарға тек жұмыс жасаса болды. Қазіргі тепловоздар жақсы. Автоматтандырылған дейсіз. Автоматтандырылған. Қазіргі заман талабына сай. Рахмет. Еңбек жолыңызға ризасыз ба? Еңбек жолыма ризамын, өте ризамын. Әкемнің айтқанын қылғанына ризамын. Осы салада 20 жылдан астам жұмыс жасап келе жатырмын. Еңбек ақыңды уақытылы береді, әр айдың басы уақытылы беріп тұрады. Осы еңбек жасап жатқан еңбек ақымда өзімнің жанұяма барлығына жеткілікті. Құдайға шүкір, өзім ризамын жасап жатқан жұмысыма. Рахмет. Апаттық жағдайлар орын алады сіздерде. Сол апаттық жағдайларды болдырмау үшін не істеу керек? Апаттық жолдарды болдырмау үшін жаңа айттым ғой, ең біріншісі қауіпсіздік. Екіншісі жауапкершілік. Апатты жағдайлар болдырмау үшін өз-өзіңе сенімдік, уақытылы апатты жағдай алдында кездескен жағдайда уақытылы уақытылы тоқтатқаның, жедел тежегішті қосқаның, орысша экстренный дейді ғой. Экстренный беріп, жолшыбай бізде барлық непогодные условия дейді, ауа райына байланысты, көктемде су тасқындары болады, соның бәрін бақылап көріп қалған жағдайда рациямен диспетчерге шығып, диспетчерге айтып, осындай жерде су жиналып жатыр, су ағып жатыр, сондай жағдайлар бәрін айтып, уақытылы бәрін айтып отқанымыз сол сөйтіп жұмыс жасауды. Апаттық жағдайда алдын аласыздар, иә? Алдын алып, соның бәрін уақытылы баяндап отыруымыз керекпіз біз. Сіздің мамандығыңыз бойынша жұмыс істеу үшін қандай қасиет керек? Менің мамандығым бойынша жұмыс жасау біріншіден шыдамдылық керек. Шыдамдылық. Жауапкершілік керек. Жауапкершілік. Жұмысқа ең бірінші жаңа айтып отырмын, қауіпсіздік. Ең бірінші жұмысқа шыққаннан кейін қауіпсіздік бірінші үшін. Өз-өзіңе сенімді болу керексің. Бізде енді орысша айтады ғой, полувоенный жұмыс. Қателеспейтін адам болмайды. Например, дежурный жағынан қате кетіп жатса, өз жағында қарап отыруың керексің. Өзің істеп жатқан неңді барын бақылап отыруың керексің. Өз-өзіңе сенімдік керек. Жауапкершілік керек сосын. Жастардың осы мамандыққа келуге ынтасы бар ма? Сіздің ойыңыз қандай? Жастар қазір Құдайға шүкір келіп жатыр. Жастар зейнетақыға шығып жатқандар көп. Қазір бізде 55 жастан осыған орай жастарды жұмысқа алып жатыр. Жастарға жұмыс жасауға қазір барлық мүмкіндік бар. Жаңа айтып өттім ғой, тепловоздың бәрі заманауи технологиямен жабдықталған, барлығы бар, кондиционер бар, барлығы бар. Жастарға тек келіп жұмыс жаса, айлығын, жалақысын уақытылы алып отырады. Ай сайын анайдан кешіктірмейді, уже басында жалақысын алып отырады. Бір жанұяны асырайтын жұмыс бұл. Жастарға осы кетіп жатқандар да бар, жастардың ұйқысы қимайтын жастар бар. Қазіргі жастар оңай жолмен ақша тапқысы келеді. Оңай жұмыс керек, ақшасы көп, оңай жұмыс керек. Ондай да жастарға кездесіп. Бірақ соның ішінде жаңағы мына жұмысқа қызығушылықпен, жаңа айтып отырмын, мен әкем, оның әкесі де машинист болып, олардың да жанұясында сондай темір жолда жасаған нелер бар. Солардың айтқанымен келіп істеп жатқан жастар да бар. Жақсы, рахмет. Ендеше өзіңіз бос уақытыңызда немен айналысасыз? Кітап оқисыз ба? Мен өзім бос уақытымда бірінші очередь жаңағы айтып отырмын, біз көп бос уақытымызда біз жұмыста боламыз. Жұмыста болғаннан кейін балаларым бар, жанұяммен болған
мындан бірінші үшін жанұяммен болған жақсы көремін, балаларым қасында болған жақсы көремін. Екіншіден кітапты оқимыз, біздің жұмыстың өзінің жаңағы орысша айтқан три богатыря дейді, птия, иси и т.п. деген. Сол үш кітапты оқимыз үйде бос уақытымызда. Одан да бос уақыт болса, тағы абай жолын сондай кітаптар оқимыз. Рахмет. Ендеше ой түйін деп жастарға тілегіңізді білдірсеңіз. Жастарға не айтайын? Жастар осы саланы қабылдап келген жастар болса, болашақта жарқын болсын. Осы менің өзімнің ойым, осы салаға келген жастар жақсы жұмыстар, жақсы, жаңа айтып өттім, бір жанұяны асырайды, барлық тепловоздардың бәрі заманауи. Жастар осы темір жол саласын қабылдаса, егер өздерінің мамандығы бойынша осы мектеп бітіргеннен кейін осы менде бір машинист болу керек деген ондай ойлар болып жатса, жастарға тілерім тек осы темір жол саласын не істеген жақсы қабылдап алғанымыз. Қарапайым еңбек иелері ел экономикасын қоғамның тыныс тірегі. Олар қолмен жұмыс істейді, бірақ елдің тағдырына әсер етеді. Бұл мамандықтар сәнде болмауы мүмкін, бірақ оларсыз өмір тоқтап қалар еді. Алдабергенұлы, алтын уақытыңызды бөліп подкастымызға келген үшін алғыс айтамыз. Рахмет сіздерге де Алла берекет берсін жасап жатқан жұмыстарыңызға. Рахмет көп болсын.